Осы жерден мынау біз енді өкшесін тоқуға кірісеміз. Ол үшін біз мынау жібімізді түйіп алуымыз керекпіз. Мына жерін түйіп байлап тастауымыз керекпіз. Ол үшін мынаны сәл ұзын етіп алып аламыз да, былай мынаны істеп, мына жіпті тартамыз. Мына жіпті тартып, түйін жасаймыз. Енді біз айналдырып алып келіп, мына меткадан кейінгі менің жібім қалың, сондықтан да 2 петля қосам. Егер де жіптеріңіз жұқа болса, онда 3 петля қоссаңыздар болады. Міне мына метка, мына метканың үстіндегі жіп 2 петляны қосамын. Осы жерден аламын да, мынау жібімді іліп шығарып аламын. Іліп шығарып, келесі, міне, осылайнан қойып, өлшеп аласыздар. Мынау қатты кең болмау керек, және де қатты бос болмау керек. Мына жерден 1 петля, шығып тұрған жерінен 1 петля тоқып аламыз. Ары қарай енді кеттік. Келесі бізде ұзын петля және қысқа петля деп бөлеміз уже ары қарай. Мен мына жерде енді 1 қысқа петля тоқимын. Келесі петлядан, қысқа петля дегеніміз ол кәдімгі біздің безнакида тоқылған петлямыз. Енді одан кейінгі петлядан мен ұзын петля, яғни ең бірінші қатарға түсемін да, жібімді, жұмыс жібімді іліп алып шығып, 1 петля тоқимын. Бұл менде ұзын петля болды. Келесі менде қысқа петля. Міне тоқыдым. Енді ары қарай ұзын петля. Келесі қысқа петля. Сосын ұзын петля. Дәл осылайнан тоқып шығатын боламыз. Мынау жұмыстың мына жеріне дейін жеткенше, осы жаққа дейін, түйінге дейін жеткенше осылай тоқып шығамыз. Мен түйінге жеттім, міне, бұл жер менде ұзын петля болады. Ұзын петля болды. Енді ары қарай мен жаңа мына жақта 3 петля қосқанмын, мына жақта да дәл солай 3 петля қосамын. Ол үшін кәдімгідей қарапайым тәсілмен жаңа қысқа петлямыздан 3 рет тоқитын боламыз. Міне 1 және 2. 2 болды. Міне екеуі бірдей болды. Енді қараңыздар, тағы да жаңағындай түйін жасаймыз да, тура жаңағындай қайталап тоқитын боламыз. Айналдырып алып келеміз да, мына жақтағы тура жаңа біз 3-ші петлядан бастадық қой, сол 3-ші петляға, 2-ші петлядан бастадық қой, 1-2 петля, міне. 2-ші петляға алып келем. Іліп шығарып аламын да, мына мен өлшеп аламын. Өлшеп алғаннан кейін 1 петляны тоқып аламын. Ары қарай кеттік. Енді келесі мына жерде мен қысқа петля тоқим, ұзын петля тоқим, қысқа петля тоқим, ұзын петля тоқим керекпін, бірақ негізінде қараңыздар енді. Осы жерден біз қарап алуымыз керекпіз. Мына біз ұзын петляның үстіне қазір қысқа тоқуымыз керекпіз, қысқаның үстінен ұзын тоқуымыз керекпіз. Ол үшін біз ең бірінші мына жерде мен қазір ұзын петля тоқуым кереккенмін. Міне, ұзын петляны мен аламын, мына жерде, осы жерден аламын, алдыңғы қатардан. Ұзын қылып аламын. Келесіде менде қысқа петля тұр, Одан кейін мен ұзын петля тоқуым керекпін. Міне, ұзын петляны осы жерден аламыз. Яғни келесі бағана біз тоқып кеткен рядтан аламыз. Ары қарай мен уже мына жерде қысқа петля тоқуым керекпін.
келесі мен мынаған ұзын петля тоқуым керекпін. Одан кейінгіге қысқа петля. Сонда мынау шахмат сияқты болып шығу керек қой міне. Одан кейінгіге ұзын петля. Келесіге қысқа петля. Келесіге ұзын петля. Осылайынан қатардың соңына дейін тоқып шығатын боламыз. Мінекей, ұзын петлямен аяқтадым. Енді тағы да бір петля. Екі петля қосамыз. Қосамыз да жаңағындай бір түйіп аламыз. Түйіп аламыз. Осылай жалғастырып кетеміз. Мен мына жақта 1, 2, 3, 4 қатар тоқтым. 1, 2, жоқ, кешіріңіздер. 3 қатар тоқтым. 1, 2, 3. Өзім жадасып қалдым. Кешіріңіздер. 4 қатар тоққан екен. Енді сол өз беттеріңізбен тағы да осылайынан 2 қатар тоқып шығыңыздар. Мінекей, мен тоқып болдым. Бұл жерден мен ешқандай да түйін жасамаймын. Ары қарай айналдырып 2 қатар петля без накида тоқып шығатын боламын. Міне, мына жерден мен негізі түйін жасауым керек еді ғой, бірақ соңғысын тоқып болғаннан кейін біз түйін жасамаймыз. Міне, бір деп енді санамай қой, ары қарай кете берейік. Осы жерден бастап соңына дейін 2 қатар айналдырып тоқып шығамыз. Мына жерде айтатын нәрсе, мына жаққа метка қойып қойсаңыздар да болады, не болмаса, енді ұмытып қалмаймын десеңіздерші, ұмытып қаламын десеңіздер, метка қойып қойыңыздар. А то шатасып қаласыздар. Осылай әрбір петляға бір петлядан тоқып шығамыз, айналдырып. Міне, мен соңына дейін жетіп қалдым. Міне, мына жерге келдік. Примерно осы жерлер болатын меніңше. Сол метка қойып алыңыздар дегенім сол. Әйтпесе шатасып қаласыздар. Мына жерге келгеннен кейін болды менің жаңағы нем. Осы жермен аяқталады. Өкшем. Бір рет іліп аламыз да, жақсылап түйін жасап. Так, қайшым қайда ма? Түйін жасап, мына жерден кесіп тастаймыз. Ойбай. Кесіп, жаңағын тартамыз. Негізінде осы жерден тоқып болғаннан кейін мына жіпті мына жаққа жасырып тастасаңыздар да болады, себебі артынан қиналып жүрмес үшін. Мен қазір бетін тоқыған кезде бірге тоқып жіберемін деп отырмын. Және де мына жіп басты сөгітіліп кетпес үшін міндетті түрде бір күйдіріп жібереміз. Қатты емес, сәл ғана осылайынан күйдіреміз. Бұл сонымен бізде өкшесі тоқылып болды. Мінекей, өте қатты емес, бірақ өкшесі негізінде 2 жіпті, мына менің жіпім қалың болғанымен сәл 2 жіпті қосып тоқыған қиындау. Енді ұнамайды да олай.
Сондықтан да олай тоқымадым. Енді біз мына бетін тоқитын боламыз. Мынаны тоқимыз, мына жақтарды. Мына жерді. Мына жерден тоқып шығамыз. Бұл жер енді оңай тоқылуы. Бұны қазір біз қалай тоқимыз? Міне қараңыздар. Енді қараңыздар. Біз бетін тоқуға кірісеміз. Бетін тоқыған кезде, мына бізде дәл метка тұрған жер, міне мына метканың үсті. Меткадан кейін 1, 2, 3, 4, 5-ші петля. 5-ші петляға мынау жұмыс жібімізді іліп шығарып аламыз да. Бір петля ауаға тоқимыз. Келесі, мына жерде міне мынандай жіп тұр, келесі петля тұр. Бұны тастап кетеміз. Бірінші крючогымызға накид ілеміз да, мынаны тастап, келесі петля с накидом тоқимыз. Кәдімгі домашний тоқып жүрмін ғой, соның бетін қалай тоқимыз, дәл солай тоқимыз. Тура осы жерге тағы да петля с накидом тоқимыз. Міне. Сонда біреуін тастаймыз, 2 петля с накидом, біреуін тастаймыз, 2 петля с накидом. Осылайынан тоқып шығамыз. Міне, мынаны тастаймыз, мына жерге 2 петля с накидом. 1, 2. Міне, екеуі болды. Және де қарасаңыздар, мына жіпті мен арасына бірге тоқып жатырмын. Міндетті түрде бірге тоқимыз. Соңынан жасырып жүрмес үшін. Келесі, мына петляны тастаймын да, келесіге тағы да петля с накидомнан екеу тоқимыз. 1, 2. Міне, 1, 2, 3, 4 болды. Енді тағы да бір рет петля с накидом тоқимыз. 1, 2. Тоқыдық, ортасында 4 болды, шетіндегісі біреу. Міне. 1, 2, 3, 4, кешіріңіздер, 5 тоқып кеткенбіз. Міне, мына жерден тағы да біреу тоқимыз. 5-шісін. Міне. Петля с накидом. Петля с накидом. Енді келесі бір петляны тастаймыз да, мына жақтан бір соединительный петля тоқимыз. Енді мынаны тартамыз ақырын. Сосын тартқаннан кейін лайнан айналдырып түйін жасаймыз. Бағана біз өкшесін түйін жасаған кезде дәл осылай істегенбіз, Мына жіпті күйдіріп, ары қарай бүйтіп, мынаяққа жасырып жүрсеңіздер де болады негізінде. Жасырып жүрсеңіздер, міне білінбей кетеді. Осылай кеттік. Енді келесі 1, 2 петля тастап мен, үшінші петляға мен. 1, 2, үшінші петлядан іліп аламыз да, крючогымызды кіргіземіз да, жібімізді, жұмыс жібімізді шығарамыз. Шығарып, мынаумен бірдей жасаймыз. Сосын мынаны ақырын тартамыз да, мына жерден ілеміз. Мен мынаны тоқыған кезімде сәл қаттырақ тартып тоқыдым. Өйткені ана бет слишком қатты жалпайып кетпесін деп. Сіздер де солай істесеңіздер болады, сәл қиындау болады бірақ. Енді ары қарай, міне, ең бірінші іліп алған жібім бар ғой, осы жерден тағы да 2 петля с накидом тоқимын. 1, 2. Келесіде мына жерге тағы да солай. 1, 2.
Одан кейін 1, 2. Келесі 1, 2. 1, 2. Келесі ол бізде мына жер. 1, 2. Енді мына жақтан да 1, 2 петля тастап, үшіншісінен іліп шығарамыз да, тағы да түйін жасаймыз. Келесі тағы да келесі рядқа қараймыз, неше петля тастағанмын. 2 петля тастаппын. Онда тағы да 2 петля тастаймыз. 1, 2 петля тастаймыз да, үшінші петлядан тағы да жібімізді, жұмыс жібімізді шығарып аламыз. Енді ары қарай тағы да жаңағы қатар сияқты айналдырып тоқи береміз. Келесі міне 1, 2 жіп тастаймыз да, келесі үшінші жіптен соединительный жасаймыз. Мынаны тағы да тартамыз. Сонда бізде түйін пайда болу керек. Осылайынан жалғастыра береміз. Міне менде 1, 2, 3, 4, 5 қатар тоқуым керек. Мен 2 қатар тоқып біттім, енді 3 қатар тоқимын. Сонда мына жаққа жетеміз, жеткеннен кейін ары қарай қалай тоқитынын түсіндірем. Неге мен соңғы қатарын тоқиын деп жатырмын бетінің. Негізі мен мына жерден алуым керекпін, бірақ мен қазір мынадан алайын деп тұрмын. Себебі мына жерден алатын болсам, ортасы ойық болып қалайын деп тұр. Осы жерден іліп аламын да, жібімді өлшеп алып, бір петля тоқып алып, мынаны арасына бүйтіп қосып жіберем. Содан ары қарай кеттік тоқуға. Егер де мына бүйтіп тұрса, мынаны сәл бұл тартып жіберсеңіздер болады. Осылайынан тоқып шығамын. Мінекей, мына жерден мен тоқып болдым. Енді ары қарай біз бұлайынан тоқимыз. Мен қазір мына жерге дейін келдім. Енді мен бұлай қарай тоқимын. Бұлай тоқып келемін да, сосын мынаны тоқитын боламын. Ол үшін біз қазір мына жерден әрбір петля бар ғой, міне мына жерде. Соған бір петля без накида тоқып шығатын боламыз. Бір петля без накида тоқып шығамыз. Өстіп айналдырып тоқып, мына жерге дейін келетін боламыз. Мына басына дейін.
міне мен мына жерге жеттім. Енді осы жерден бастап мен крючогыма накид ілемін да әрбір петляға петля с накидом тоқып шығамын. Міне былайынан біреу кетті, келесі екеу. Ой, тоқтаңыздар, ортасына біреу салғапты. Мына жаққа петля без накида тоқимын. Енді ары қарай міне біреу, екеу, петля с накидом тоқимыз. Мына жерден соңғы петля с накидом тоқимын да, мына жақтан петля без накида тоқимын. Міне тоқыдым. Сәл-пәл мыжырайып тұр, енді қазір жөндеп аламыз оны. Осылай тоқығаннан кейін енді бір ауаға бір реттіліп тоқып аламыз да, осы жерден тоқымамызды аяқтаймыз. Жасырамыз осы жерде. Ойбай, қолмай. Мынаны мына жаққа қарай жасырып тастаймыз. Сонымен біздің мына осындай сандалиеміз дайын болады. Мына жер, мынанікі просто ішке қарай кіріп тұр ғой, содан кейін өзгеше болып тұр сәл-пәл. Одан кейін қазір мен телефоным зарядкасы өшіп жатыр. Сәл зарядталғаннан кейін мына жерін және мына жақты тоқуды көрсететін боламын. Енді бізде мына жермен және мынау қалды, тоқитын. Қазір осының тоқылу жолын көрсетемін. Бұл бізде соңғы этап. Мінекей, мынау менде ортасында мынау сандалиеміздің андай не дейді, липушка деймін. Сонысы өтетін жері. Соны қазір қалай тоқимыз? Мен дәл ортасын тауып аламын. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 тау дұрыс па? Так, санайын қазір. Ана жақтан мен жаңа 6 тау санағам. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7-шіге. Көрейін. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Тура 7-шіден бастап алдым. Енді ол сіздерде әртүрлі болуы мүмкін. Менікі ол сондай болып тұр.
яғни 7-ші петлядан тоқитын боламын. Мына жерден бір жіп ауаға көтеріп тоқимын. Мынаны сәл қысқарақ ала берейін. Ауаға іліп тоқимын. 1, келесіден 2, кешіріңіздер, менде мына жерден андай 1 рет емес 2 рет іліп тоқимыз. 2 рет іліп тоқимыз. Сосын крючогымызға накид іліп, келесіден тағы да 1 рет тоқимыз. 2, 3, 4, 5, 6. 6 тоқыдым. Енді ол сіздер өздеріңіз ары қарай. Мүмкін сіздер жуан болған қалайсыздар, мүмкін жіңішке болған қалайсыздар, өздеріңіздің жіптеріңізге қарай және өз ойларыңызға қарай. 6 тоқып алғаннан кейін мен тағы да 1, 2 воздушный петляға тоқимын, ауаға іліп. Келесіден бастап тағы да артқа қарай айналдырып тоқитын боламын. Жіпті міндетті түрде ортасына бірге тоқып жіберіңіздер, соңынан жасырып әуре болып жүрмес үшін. Міндетті түрде санап отырыңыздар. 1, 2, 3, 4, 5. Мына жерде 6-шы болады. Акон тізерлеп жүрмесеңші, қызым. 6 болды. 6 болды. Енді қараңыздар. Оны қай уақытқа дейін тоқ? Бұны енді біз қай уақытқа дейін тоқимыз? Мұны 1, 2, 3, 4. Примерно енді. Мыналарыңыз сиятындай етіп тоқисыздар ғой. Мынаның жіңішке жуандығына қарай тоқитын боламыз. Үстіп айналдырып тоқи береміз. Ол өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша тоқылады. Мынау қазір айтам. Бір, 2, 3, 4, 5, 6. Бір, 2. Қараңыздар, мынаны бітіп біз қайырып, мынаны ұзын қылып тоқып аласыздар ғой, содан кейін мынаны бітіп қайырамыз да, мына жерден былай қарай тігеміз. Сол кезде мына липушкаларыңыз мынаның ішіне сию керек қой, сиып былай қарай өте алатындай болу керек. Міне мен тоқып болдым. Енді осы жерден бір ауаға іліп тоқимын да, мынаны ұзынырақ қылып алып аламын да. Енді мына жерден қиып тастаймын. Қиып тастаймын. Міндетті түрде жібімнің бас жағын мен күйдіремін. Маған да 5. Şimdi tamam var oturalım. Тағанымда 5 му. Тұра. Енді осындай үлкен көзді инемізді алып, жібімізді осы үлкен көзді инеге өткізіп, мынаны былайынан 2 қабат етіп тігеміз. Өздеріңізге қалай ыңғайлы солай тіге бересіздер.
шешіліп кетпес үшін осылайынан тіктім. Üstüp tіктім. Тұрып жүр аккаунт тізерлеме. Ne istiyorsun? Аккаунт видео түсіріп жатырмын, қызым. Ne istiyorsun? Сал қойшы, қызым. Сосын айтамын мен не істейтінін. Мынаны қимылдатпашы, қызым. Ondan takvis. Ойнайтын зат емес, қызым. Енді мынаны тігіп алғаннан кейін мынау жібімізді жасырамыз. Осы жерден жібімізді жасырамыз. Мынаны ішіне қарай жасырып жіберемін мен. Қой, қызым. Мынаны селкілдетпе, мен видео түсіріп жатырмын. Айгөркем, жылатпашы Сұлтанды. Осылайынан кішкене жасырып алғаннан кейін мінекей. Мына жіпті кесіп тастаймыз. Пока тұра тұрсын. Мен қазір екінші рет мына жақты күйдіргенге дейін. Енді келесі біз мынандай лепешкасын тоқитын боламыз. Тура метканың үстімен алыппын мына жақта. Демек, мына жақта да міне метканың үстінен іліп аламыз. Бір, екі, үш, төрт. Төрт петля. Келесі ары қарай бір воздушный петляға көтереміз да, айналдырамыз да, дәл осы төрт петляны қайталап тоқи береміз. Өздеріңіздің қалаған ұзындықтарыңызға дейін. Бір, екі, үш, төрт. Мынаның жуандығы осылай бірдей болу керек. Үш петля екен. Жоғары қарай тік. Ары қарай кеттік. Айналдырып осылайынан тоқып шығатын боламыз. Міне мен тоқып болдым, өзіме қажетті ұзындыққа дейін. Енді осы жерден мына макраме жібін бір воздушный петляға көтеріп барып, міне бір воздушный петляға көтеріп,
сәл ұзындау етіп алып кесетін болам. Кестім. Енді қазір мына жіпті мен жасырам. Жасырмас бұрын, негізі, жасырып алайық жібіміздің басын. Барынша негізінде мынаны бүйтіп өткізген кезде мүмкіндігінше мынаны күйдіріп алыңыздар, өйткені байқамай тартып қалсаңыздар сөгітіліп кетеді. Ары қарай мынаның ортасына, іш жағына қарай жасыратын боламыз. Үстіп жасырдым. Менде мына жіпте жасырылған, мына жіпте жасырылған. Мына жерден кесем. Мына жіпті де дәл осы жақтан кесем. Енді маған келесі мына жіп тұр менде нақты. Одан кейін мына жіп. Енді мынаның ортасынан мына бір немізді өткізіп алуымыз керекпіз. Бұлайынан негізі өткізсеңіздер де болады, бірақ сәл қиналасыздар да. Сондықтан да бүйтіп крючокпен тартып алсаңыздар оңай болады. Ойбай, не жүріп қалу. Бәсе. Міне. Мынау былай болады. Енді соңғысы бізде қалғаны ол мынау, лепушка ма, не еді, қалай еді. Осыны мынамен бірдей етіп кесіп аламыз. Білмеймін, осы жерден кесіп аламыз. Бұның мынау екі тал ғой мына жерде. Бір жағында наклейкасы бар, бір жағында наклейкасы жоқ. Наклейкасы жоқты мына жаққа жапсырамыз, мынаған тігеміз. Наклейкасы жоқты мынаған тігеміз, ол үшін бізге мынандай қарапайым ине жіп керек болады. Осы ине жіпке мынаны тігіп алатын боламыз. Міне, мына жақты. Қайтып қалды ма? Мына түйін жағын мынаның асты жағынан жіберсеңіздер, бүйтіп ортасына қарай жіберіп жіберсеңіздер,
түйіні мынаның ішінде сонда бүйтіп тығылып қалады. Енді мынаған ілеміз. Ой, мына жақтан өткіземіз. Осылай ақырын білдіртпей болсын. В общем, білініп қалады, бірақ соң өзінде де үстіп тігіп шығасыздар. Бұл жерге сіздер кнопка болсын, басқа нәрсе орнатсаңыздар болады. Менде бары осы. Бұны жаңағы осы табан сататын магазин бар ғой, сол жерде сатады. Сатқанда да сатқан жоқ, мен беріңізші деп едім, маған бесплатно бере салды. Бірақ қанша теңге тұратынын білмейді екенмін. Негізінде бұл анау аяқ киімдер тоқығаннан кейін, домашний аяқ киім тоқығаннан бетіндегі гүлі бар ғой, соны ұстап тұру үшін осыны негізінде қолданатын. Соныкі болатын. Мен бармен базар деп соны алдым. Бұның орнына сіздер кнопка болады ғой, аппарат сияқты нелермен орнататын, сондайларды қолдансаңыздар да болады негізінде. Мүмкін түймеу қойып қойсаңыздар да болады. Негізі мынау өте ыңғайлы сияқты. Болды, жіпті жасырғаннан кейін, түйіндегеннен кейін осы жерден кесіп тастаймыз. Кәсіп балам. Енді ары қарай мынау біздегі наклейка дедім, иә? Наклейка менде қай жерде орнатылған, қазір көрейік. Тұра тұр балам, қазір тұра тұр. Міне, мына жақтан мен наклейканы былайынан қиғашынан орнатамын. Сұлтан, нетпеш, қозғалтпаш балам. Мынаны бүйтіп ашсаңыздар, кәдімгідей қатты наклейка. Мына жерден үстіп орнатасыздар да қиғашынан. Енді мынаны былай істеп қоясыздар. Сұлтан, қозғалтпа столды. Сұлтан, қозғалтпаш балам. Қозғалтпады ма? Қайшын етіп ұстама. Жүр. Кесімейден қолып. Оның ғана қол кезек табаны қолыған. Міне, осымен біздің мастер классымыз аяқталды. Бізде осындай аяқ киім пайда болады. Мынандай аяқты осыған кигізіп қоямыз. Осымен мастер класс аяқталды. Осындай сіздерде мінекей аяқ киім пайда болады. Егер де видео ұнаған болса, соңына дейін көрген болсаңыздар, міндетті түрде лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.